Мен оңтүстік өңірде туылып өстім. Ата-анам, бауырларым, әпке-сіңілдерім бар. Тұрмыш жағдайы орта, көп балалы отбасы едік. Мектепті үздік аяқтағаннан кейін ел қатарлы білім алсам деп Шымкент қаласына грантқа жоғары оқу орнына түстім. Алдыма қойған арман мақсаттарым бар. Соған жету үшін сабағымды жақсы оқып, белгілі мамандық иесі атандым. Жақсы жерге жұмысқа орналастым. Жұмысқа орналасқан соң бірге істейтін әріптес жігітпен көңіл жарастырып, бір-бірімізді ұнатып, сүйіп тұрмыс құрдық. Жолдасым менен 5 жас үлкендігі бар. Ақыл тоқтатқан есті жігіт еді. Ісіне де, сөзіне де пысық, отбасын қадірлейтін, жауапкершілігі мол болатын. Оның бойындағы осы қасиеттерін жоғары бағалайтынмын. Үйлене салып, күйеуім жұмыс бабымен жоғарылап Алматыға қоныс аудардық. Алғашында жұмыстан берілген жалдамалы пәтерде 2 жылдай тұрып, кейін 2 жақтап жұмыс істеп жүріп, қаланың ортасынан 2 бөлмелі пәтер сатып алдық. Өз баспанамызға қол жеткізген соң, сәбилі болуды жоспарлап, аяғым ауырлады. Декреттік демалысқа шықтым. Айы күнім жетіп, қызды болдық. Жолдасым мені барынша күтіп, бар қажеттілігімізді қамтамасыз етіп жүретін. Үйге азық түлік, коммуналды шығындар, әрі-бері жүретініміз бар. Барлығын өзі көтеріп, ешкімнен кем болмай, тамағымыз тоқ, киіміміз бүтін өмір сүріп жаттық. Жолдасым өте балажанды болатын, қызын көзінің қарашығындай көретін. Жұмыстан шаршап келсе де, сырттағы жұмыстағы проблемаларын есіктің арғы жағына тастап келетін. Үйге кіре салып, қызын қолына алып, мен дастархан жайып болғанша күтіп отыратын. Демалыс күндері жора жолдастарымызға барып, шүйіркелесіп, әңгемелесіп, серігіп қайтатынбыз. Алматының өмір сүру салтына бейімделіп, жергілікті тұрғындар секілді болып кеттік. Жолдасым баратын жерлерінен мені қалдырмайтын. Жиын той кештерге үнемі бірге баратынбыз. Жалғыз өзі тек анда-санда ғана жұмыстағы 1-2 жолдастары мен сыра ішуге баратын. Ал былайғы күндері ішімдік ішпейтін. Ішетіні тек сыра мен қақталған балықты жейтін. Ондай кездерде қашан қоңырау шалсам да тұтқаны көтеріп жауап беретін. Кеш болса да үйге келіп қонатын. Мен оған сенетінмін. Сондай-ақ өз-өзіме жолдасымның мені сүйетініне де сенімді едім. Кейде достарымыздың әйелдерімен әңгемелесіп отырғанда, осы измена мужа деген тақырып қозғалғанда, мен күйеуіме сенімдімін. Ол маған ешқашан олай жасамайды деп сенімді түрде айтатынмын. Өйткені біз екі жарты бір бүтіндей едік. Екеуміздің талғамымыз ұқсас, рухани құндылықтарымыз бір-бірімізді үнсіз ғана ұғыса аламыз. Жар төсегіміз де ыстық еді. Мен оңтүстіктің тәрбиесімен өскен жанмын. Ер азаматымның алдындағы әйелдік міндетімді мінсіз атқаратынмын. Ер адамды сыйлауды, дәмді түрлі тағамдарыммен оның жүрегіне жол табуды, киім кешегін, үйімді таза ұстай білетінмін. Өзімді жар таңдауда жолы болған бақытты келіншек ретінде сезінетінмін. Қызымыз 2 жастан асқанда бала күтушісін жалдап, қайта жұмысқа шықтым. Заманауи келіншек ретінде үйде отырып қалмай, карьерамды жасауым қажет деп, өз-өзіме қарап, күтініп, спортпен шұғылданып, түр сымбатыма аса көңіл бөліп жүруге тырысатынмын. Жолдасыма мұным ұнайтын. Әйел адам ретінде іштей күйеуімнің көңілінен шығуға тырысатынмын. Күйеуім менен жалығып, өзге сылқымдарға көз салмаса екен деп, оны іштей қызғанатынмын. Өйткені күйеуім бірден көзге түсетін, түр әлпеті мен сымбаты келіскен жігіт болатын. Кез келген адаммен оңай тіл табыса алатын. Алайда қызғанышқа ешқандай себеп болған емес еді. Сонда да оны әрдайым бақылауда ұстайтынмын. Мұным дұрыс болмаса да, ебін тауып телефонын тексеріп тұратынмын. Мұным өз-өзімді бағаламай төмендеткенім емес. Мен де сөзім жұмсақ, мінезім салмақты, орынсыз сөйлемейтін, талғаммен киініп, тап-тұйнақтай болып жүретін жан едім. Ажарлы,
Тал бойымда бір мін жоқ, қара қасты, қою шашты, сүйкімді жан болатынмын. Жолдасым екеумізді сырттай елдер өте жарасымды жұп деп көп айтатын. Мен бақытты едім. Қызымыз өсіп, балабақшаға барды. Кейін алғашқы сыныпқа баратын кезде екінші балама аяғым ауырлап және декреттік демалысқа кеттім. Межелі уақытым жеткенде шекесі торсықтай, әкесінен аумайтын ұл босандым. Шымкенттен ата-енем, ата-анам, туыстарымыз келіп, дос-жаранды шақырып, мейрамханада шілдехана жасадық. Жолдасым ұлды болғанымызға қатты қуанды. Той өткен соң қонақтарымыз тарқап, ата-аналарымыз елге қайтып кетті. Қырқымыздан шыққан соң қызым алғашқы сыныпқа мектепке барды. Жолдасым өзі көлігімен апарып, алып келіп тастайтын. Мен кішкентайыммен үйдемін. Бала күтімі бар, түн ұйқым 4 бөлінеді. Қызымның сабағы бар, жолдасымды күтуім керек. Осы кездері морально да физически да шаршап жүретінмін. Іштей өз-өзімді қолға алуым қажет десем де, кейде үй тіршілігіне үлгермей қалатынмын. Күйеуім қызымды сабақтан әкелген соң үйден түскі ас ішіп кететін болды. Түске дейін ас әзірлеп үлгеруім керек. Кейін қызымның сабағын оқытып, кешкі ас дайындаймын. Кішкентайымның кір қоңы бар, күтімі бар. Кешке жұмыстан шаршап келетін жолдасым бар. Маған білдіргісі келмесе де, оның шаршайтынын түсінетінмін. Оның жағдайын жасауға тырысатынмын. Алайда түндерде әйелдік міндетімді атқаруға шамам келмей, көңіл қошым да болмай, зауқым да соқпай ұйықтап қалатын болдым. Ондайда күйеуім менің жағдайыма түсіністікпен қарағандай болатын. Осылай жүргенімізде бір күні жолдасым екеуміз қатты ренжісіп қалдық. Әрине, отбасы болған соң ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Алайда бұрындары ренжісіп қалсақ 5 минут болмай түк болмағандай бір-бірімізге сөйлеп, қалжыңдасып, ойнап, күліп, тез татуласып кететінбіз. Оның соңы ыстық құшақтарымыз айқасып, махаббатымыз одан әрі беки түсетін. Ал бұл жолы алғаш рет күйеуім үйден шығып кетіп, сол түні келмеді. Мен де ашуға бой алдырып, оған хабарласпай қойдым. Қайдасың, амансың ба, қашан келесің деп те сұрамадым. Дегенмен уайымдап, қызыма телефон тұтқасын беріп, папаңнан қашан келетінін сұра деп хабарластым. Қызым ес біліп қалған, әкесімен телефонмен сөйлесіп жүретін. Жолдасым тұтқаны көтеріп, қызымен сөйлесті. Аманмын, досымның үйіндемін, кешірек келемін депті. Сөйтіп ертесінде түнге қарай бірақ келді. Есікті ашсам қызу екен, оның бұлай ішкені алғаш еді. Аяғымнан әрең тұр. Содан жаным мені кешірші. Артық айтсам кешірім сұраймын. Мен шаршадым. Залға диванға жатамын да ұйықтаймын деді. Оның аман есен келгеніне шүкір дедім. Қайда болдың, не істедің, үйге неге қонбайсың деген секілді сұрақтарым мен мазалағым келмеді. Ертең есін жиып, тұрған соң сөйлесемін деп диванға жатқыздым да, өзім жатым бөлмеге балаларымды жаныма алып жатып қалдым. Түнде кішкентайым қыңқылдап жылағанынан ояндым. Сағатқа қарасам түнгі 1 шамасы екен. Сөйтіп ұлыма сүтін әзірлеп келейін деп, ас бөлмеге барып, газге шайникті қойып, қайнатып алғалы тұрғанымда, жолдасымның телефоны шиқылдап хабарлама келіп жатыр екен. Телефонның дауысы кіреберістегі күртешесінің қалтасынан шығып жатыр. Ақырын басып залға құлақ түрсем, жолдасым түк білмей пысылдап ұйықтап жатыр екен. Содан кіреберістегі күртешесінен ұялы телефонын алып, ашып қарасам, досы хабарлама жіберіпті. Сөйтіп ашып оқыдым, жүрегім дүрсілдеп, жанарыма жас үйіріле бастады. Саят, қалың қалай, өкініп өз-өзіңді мүжей берме. Жігіттерде ондай болады ғой, бастысы әйелің білмесе болды. Жақсы демалдық, Айканың құрбысы сені қатты ұнатып қалыпты. Мүмкіндік болса связға шық деп қойыпты. Көзімнен ыстық моншақтар домалай жөнелді.
Сөйтіп WhatsApp-ын тексере бастадым. Қарасам Назым бухгалтер деген мен білмейтін жаңа контакты мен кеше таңертең хат жазыпты. Онда Назок кешегі түнді ұмытайық. Мен қызып қалдым десе әлгі Назок, Саят, мен барлығын түсінемін. Отбасың, балаларың бар. Алайда ара қатынасымызды үзбейікші. Кездесіп тұрайық. Маған анда-санда кездесіп тұрсақ та болады. Өзіңді қатты ұнатып қалдым депті. Досы мен әлгі Назоктың жазбаларынан ұққаным, жолдасым менімен ренжісіп кеткен соң досымен жолығып, екеуі мейрамханаға барып сыра ішкен. Содан жаңағы досы нақсүйері Айканы шақырған. Ол жанына құрбысын Назокты ертіп келген. Мейрамханада отырып, кейін барлығы жаңағы Айканың үйіне барып, кешті ары қарай жалғастырған. Ішімдік ішіп, сонда қонып қалған. Күйеуім әлгі Назокпен бірге менің көзіме шөп салған. Ертесінде досының үйіне келіп, өз ісіне өкініп, және ішкен. Сөйтіп үйге түнгі 11-де әрең келген. Содан осы жазбалардың барлығын өзімнің WhatsApp номеріме жібердім. Хабарлама кеткен соң, оның телефонынан жібергендерімнің барлығын өшіріп тастадым. Сөйтіп телефонын орнына қойып, ары қарай не істерімді білмей, жанарым жасқа шыланып, сұлқ етіп еденге отыра кеттім. Сананы жаулаған мың сұрақ, жаным ауырып, тынысым тарылды. Саят, қалайша, қалай ғана маған бұлай жасадың? Қалай дәтің барды? Деп күбірлей бердім. Бір кезде ұлым қыңқылдай бастады. Оған дайындап жатқан сүтімді ұмытып кетіппін. Жалма-жан орнымнан атып тұрып ас үйге қарай беттедім. Сол түні таңға дейін көз ілмедім. Жүрегім ауырып, көз жасыма ерік бердім. Енді не істеймін? Сүйген, сенген жан жарым маған опасыздық жасады. Отбасы болып араласып жүрген досы, әйелің білмесе болды деп менің үстімнен күліп отырғаныма, өзі әйелінің көзіне шөп салып жүргенімен қоймай, менің жолдасымды да тура жолдан тайдырды, деп серікті де жазғырып, жек көріп кеттім. Саят өзге әйелді қалай құшып сүйді екен, осыны ойласам Саятты жек көріп кетемін. Енді онымен қалай бірге тұрмақпын, бір дастархан басында отырып ас ішіп, жанына қалай жатпақпын, оны қалай кешіре аламын. Қазір жанына барып, барлығын айтып салып, үйден қуып шықсам ба екен? Сол Назогыңа барсын. Жоқ, әлде ештеме айтпай, балаларымды алып, төркініме кетіп қалсам ба екен? Деп ойым сан-саққа кетті. Осылай жатқанымда жуынатын бөлменің есігі ашылды. Саят тұрған болу керек. Қонақ бөлмеден оның әрі-бері жүргені естіле бастады. Орнымнан тұрайын десем басым мең-зең, денем ауырлап кеткен секілді. Екі бетім дуылдап қызып тұр. Бір кезде жүрегім көтеріліп, құсқым келгендей, қызымды да оятып мектепке жіберуім керек. Сүйретіліп орнымнан тұрдым. Есікті ашсам, Саят жуынатын бөлмеде екен. Ас үйге өттім де шай қойдым. Денем дірілдеп, тоңазып бара жатқан секілдімін. Бірақ шекем ысып тұр. Дем алысым қиындап бара жатқандай. Ас үйдегі дәрілер тұратын шкафты ашып, градусникті қолтығыма қысып қойдым. Қызуым бар. Аяқ қолым да қалтырап барады. Орындыққа отырдым. Бір кезде Саят шығып, ас бөлмеге жаныма келді. Жүзі төменшіктеп, көзіме тіке қарамайды. Градусник шиқылдай бастады. Алып қарасам, қызуым көтеріліп кетіпті. Мұны көрген Саят, Әлия, не болды? Ауырып отырсың ба? Деп қолымнан градусникті алып шошып кетті. Қызуың 39 болып тұр ғой, жедел жәрдем шақыру керек деп жалма-жан телефонын іздей бастады. Мен, қоя тұршы, жедел жәрдем емес, жоғары қабаттағы Гүлімге қоңырау шалшы, шақыршы дедім. Жедел жәрдем келсе мені ауруханаға жатқызып қойса қайтеміз деп ойладым. Ұлым кішкене ғана қырқыннан шықты. Кеше ғана қырқыннан шықты. Қызымның сабағы бар. Сөйтіп Саят қоңырау шалғанша барып ертіп келемін, осылай тез деп асығып жүріп киінді де шығып кетті.
Тез арада барып жоғары қабатта тұратын көршім әрі құрбым емханада медбике болып жұмыс істейтін Гүлімді ертіп келді. Гүлім де ерте тұрып жұмысқа кететін. Өзімен бірге дәрі-дәрмегін ала келген екен. Жаныма отырып, не болды, құрбым, суықтап қалдың ба? Деп қызуымды өлшеп дәрі егіп берді. Содан, Алюша, саған енді оранып жату керек. Жаңағы укол терлетеді. Жаныңа орамал мен ауыстыратын киіміңді дайындап қой. Терлеген соң сүртініп, құрғақ киіміңді ауыстырып аласын. Тер қысып тұр ғой, қырқыңнан шыққанша терлеуің керек еді. Шілде терің шықпаған-ау, деп дәрілерін жиыстырып кетуге ыңғайланды. Мен рахметімді айтып, Саят Гүлімді шығарып салды да, жаныма келіп, мені демеп, жатым бөлмеге апарып жатқызды да, үстімді көрпемен қымтап, тез жазылып кетші жаным, мені кешірші, уайымдамай төсектен тұрмай, жатып демал. Мен өзім қызымызды оятып, Гүлімнің қызына қосып, мектепке жіберемін. Гүлімнің күйеуі апарып салатын болды, деп қызымды оятып, таңғы асын беріп, көрші Ахметке табыстап жіберіпті. Сосын қайта келіп, Алюша, мен жұмысқа да қоңырау шалып, бүгін келе алмаймын деп ескертіп қойдым. Үйде жаныңда болайын, балаларға қарасамын, сен жатып ұйықтап ал, деді де бөлмеден шығып кетті. Оның соңынан қарап қала бердім. Кешегі Назок жайлы сөйлесуге де мұршам болмай қалды. Оны кейінге қалдырдым. Жанымдағы ұлыма қарасам пысылдап ұйықтап жатыр екен. Ұлыма бұрылып жатып, көзім жұмылып қалғи бастадым. Шекемнен шып етіп тер шыға бастады. Сөйтіп жатып ұйықтап кетіппін. Әлден уақытта оянсам, тола бойым шылқылдап су болып терлеп кетіппін. Жаныма қарасам ұлым жоқ. Қонақ бөлмеден Саяттың дауысы шығып жатыр. Телефонмен сөйлесіп жатқан секілді. Бас жағымдағы орамалды алып сүртіндім де, құрғақ киімдерімді алып киініп алдым. Бойым жеңілдеп қалғандай, басым да қойыпты. Жылы киіндім де, ыстық шай ішкім келіп бөлмеден шықтым. Қарасам, ұлым диванда ойыншықтарына қарап жыбырлап жатыр екен. Саят мені көріп телефонын қойды да, жаным, неге тұрдың? Жата тұрмадың ба? Ұлым оянып, қыңқылдап жатқан соң, алып сүтін дайындап беріп қойдым. Қарны тоқ. Саған да сорпа әзірлеп жатыр едім. Пісіп те қалған болар, деп ас үйдегі сорпаны көруге кетті. Мен ұлымның жанына отырдым да қалың ойға шомдым. Қазір Саятқа әлгі шөп желге Назок жайлы айтсам, және ұрсып қаламыз. Сосын арамыз суып кетеді. Бетіміз ашылып кетеді. Үйдің балалардың берекесі кетеді. Өзім ойындап айтып жатса көрермін. Ал қазірше түк білмегендей кейіп танытып жүре тұрайын деп шештім. Саятқа қарап, оның өкініп, өзін кінәлі санап, іштей қиналып жүргенін сездім. Онысына да тәубе дедім. Өз қатесін түсінгені жақсы ғой деп ойладым. Ашуымды ақылға жеңдіріп, өзімді сабырға шақырдым. Бір кезде Саят, Әлия, келсеңші тамақтайын деп ас үйге шақырды. Ұлыма қарасам ұйықтап кетіпті. Үстіне көрпешесін жаптым да беті қолымды жуып ас бөлмеге бардым. Бойымда әлі әлсіздік бар. Барсам күйеуім жақсылап дастархан жайып қойыпты. Қалайсың, тәуір болдың ба? Деп сұрап жатыр. Мен тәуір болып қалдым. Отырсаңшы, сағанда тамақ құйып берейін деп, кесені алып екеумізге тамақ салып, шай құйып, түскі асымызды іштік. Саяттан кеше қайда қондың деп сұрағанымда, досымның үйінде болдым. Кеш келіп сені мазалағым келмеді деді. Мен қандай жағдай болса да, ендігі біреудің үйіне қонушы болма. Кеште болса үйге келіп қон деп ескерту жасап едім, ол жарайды деп уәде берді. Сөйтіп қаншалықты қиын болса да, іштей жаным қиналса да, жолдасыма ештеңе білдірмей, баяғы салмақты қалпымдағыдай кейіп танытып, түк болмағандай әңгімелесіп отырып түскі ас іштік. Өміріміз бұрынғыдай бір қалыпқа түсіп жүріп жаттық. Дегенмен мен жолдасымды іштей кешірген секілді болғаныммен, оған деген сенімім жоғалды.
Кейбір құрбыларым айтатындай, мен де включила дурочку сөйтіп, ішім өртеніп, күйіп жатса да ештеме білмегенсіп жүре бердім. Жолдасым өзім ойындар деп ойласам, оның да ештеме айтар ойы жоқ. Сонымен бір күні күйеуімді өзім әңгімеге тарттым. Саят, сен өткенде Серіктің үйінде қондым деп едің ғой. Сол рас па, әлде өтірік айттың ба? Деп едім, оның көзі бақырайып кетті. Әлия, мұны неге қозғап отырсың? Ол әңгімені жаптық қой. Енді не болса да үйге келемін, жаныңа қонамын дедім ғой. Деп сұрақ саусақтарын бір-біріне айқастырып, шытырлатып, мазасызданып кетті. Демек, жалған сөйлеп отыр деген сөз. Содан мен, Саят, мен саған ақымақ емеспін. Егер де жалған сөйлеп көзіме шөп салатын болсаң, сенімен 1 минутта тұрмаймын. Ана досыңа да сенбеймін. Жылпос серігіңді ендігі сенің жаныңда көргім келмейді деп едім. Жолдасым, қойшы жаным, ұрысқың келіп отырма? Сен ештеме ойламашы, уайымдамашы. Саған сөз беремін, өле-өлгенше өзіңді ғана сүйіп өтемін. Отбасымды, өзіңді, балаларымды бағалаймын. Сендерді жоғалтып алғым келмейді. Дегенінде жанарыма жас ұялады. Көңілім босап кетті. Жолдасыма қарасам, ол да мейірлене, көңілі босап мені құшақтап, қолымдағы ұлымның басынан иіскеп отыр. Әлгі Назок жайлы ештеме айтпады. Іштей оның мұндай қадамға ашы судың арқасында барғанын білемін. Өзімді де кінәладым. Жолдасымның жағдайын түсінуім керек еді. Сол күні мен де оған қатты сөйлеп жібердім. Егер де бұлай сөз теріп, жүйкесіне тие берсем, ол шынымен де әлгі шөп желкеге кетіп қалар деп ойладым. Ол жайлы білетінімді айтар болсам не болады? Күйеуім көзіме шөп салды екен деп ажырасып кетер болсам, мына балаларымның жағдайы не болмақ? Жолдасымның мастықпен жасаған қателігі үшін неге біз зардап шегуіміз керек? Одан қалса мен көзі ашық, көкірегі ояу, мықты әйел емеспін бе? Мен не үшін сүйіп қосылған жарымды, балаларымның әкесін осы бір қателігі, әлсіздігі үшін көкірегінен итеруім керек? Дені сау, еңбекке қабілетті, бар тапқанын үйге әкеліп, отбасым, бала шағам деп жүрген жарымды жеңіл жүрісті әйелге бере салуым керек пе? Мен өзімді ондай әйелдерден жоғары ұстауым керек. Ақылды, сабырлы болуым керек деп өз-өзімді қолға алып, ашу-ызамды, эмоцияларымды жүрек түкпіріне тұншықтырып тастадым. Қаншалықты қиын болса да, мен өзімнің ішкі сезімдерім мен өкпе ренішімнен отбасымды жоғары қойдым. Саятқа барлығын айтар болсам, не өзгереді? Мен оны жанымдай жақсы көремін ғой. Керісінше бетіміз ашылып кетіп, ол мен жайлы көзіне шөп салғанымды білсе де кешірді. Ажырасып кетпеді. 2 баламен қайда барар деп, одан әрі еркінсіп, кешегі істегенін және қайталап жүрер деп ойландым. Осы себепті оны кешіріп, ештеме болмағандай жүре беруім керек деп шештім. Алайда біраз уақыт өтсе де, оның опасыздығы есіме түссе, жаным қиналатын болды. Оның мұнысын ешкімге айта алмадым. Өйткені ол менің өмірлік жолдасым, балаларымның әкесі, туыстарым мен құрбыларымның алдында оның қадірін түсіргім келмеді. Бір күні кешке қарай үйге Серік келді. Оны көріп ашуланып кеттім. Алайда ештеме білдірмей дастархан жайып шай қойдым. Жолдасым жуынып жатқан болатын. Осыны пайдаланып, Серікті ас үйге шақырып шай құйып бердім де, әй шайға қарамастан, Серік, мен сенің нақсүйерің бар екенін білемін. Өзің сондай болғаның мен қоймай менің күйеуімді де тура жолдан тайдырып жүрсін. Енді менің күйеуімді әлгі Айка Назоктарыңмен шатастыратын болсаң, сенің барлық жүрісіңді әйеліңе айтамын. Деп едім, Серіктің көзі бақырайып кетті. Әлия, қайдағы нақсүйер деп ақталмақ болып еді. Мен Серік, мен ақымақ емеспін. Екеуміздің осы әңгімеміз де арамызда қалсын.
Мен саған ескертіп отырмын, менің жолдасым сен секілді емес, адал да аңғал. Байқа, ертеңгі күні мына жүрісіңді әйелің біліп қалып, барыңнан айырылып далада қаңғырып қалма, деп тура жүзіне қарап отырып, шегелеп тұрып айтып едім, оның бет-аузы жыбырлап үндемей қалды. Осы кезде Саят та шығып, киініп келіп дастархан басына отырды. Серіктің көңіл күйі түсіп, екі шыны шай ішті де қош айтысып кетіп қалды. Саят оның аяқ астынан асығып кетіп қалғанын түсінбей қалды. Серіктің келгенінен кеткені тез болды ғой, деп маған қарайды. Мен де таңғалғандай кейіп таныттым. Сол жағдайдан кейін де күйеуімді әрдайым бақылап отыратын болдым. Жиі хабарласып тұрамын, ал телефонын тексермейтін болдым. Өйткені мұным дұрыс емес деп шештім. Оған сенім артуым қажет. Арамызда сенім мен сезім болмаса, несіне жанұя болып өмір сүреміз? Оның үстіне менше знаешь, крепче спишь деген сөз бар ғой. Жүрегімді ауыртқым келмейді. Әлгі Назокты іздемедім. Оның номерін алып сөйлессем де болатын еді. Алайда сондай әйелдердің деңгейіне түскім келмеді. Үйлі баранды еркекке жабысып, ішімдік ішіп, бүгін ана мен ертең мына мен көңіл қосып жүретін әйелдер менің тырнағымның ұшына да татымайтын еді. Ер адам үшін қыздай қосылған жары, балаларының анасы әрқашан жоғарыда болмақ. Жеңіл ойлы, санасыз әйелдер осыны ұғып алса екен деймін. Олардың бар мақсаты осындай жігіттерді отбасынан ажыратып алғысы келеді. Басында анда-санда кездесіп тұрсақ дейді де, кейіннен уысына түсіріп алғысы келеді. Ал менің үнсіздігім, ол ынжықтығым, болмаса өзімді төмендеткенім емес. Керісінше, мен Назок секілділерден әлде қайда ақылды едім. Мен өз бақытым үшін, отбасым үшін күресер едім. Жанымды қинаған, басымнан өткен осы жағдаймен автормен бөлісіп, сыр шерткім келіп хабарласқан болатынмын. Күдік пен күмәннан арылғым келді. Жанымды жеген іштегі сырымды біреуге ақтарғым келді.